Амансыздар ма, эфирде онлайн радио бағдарламасы, бағдарлама тізгінінде мен Рысалды Ералы. Бүгінгі бала ертеңгі елдің тірегі, үкілеген үміті. Сондықтан өскелең ұрпақтың білімі терең, дені сау болуы маңызды. Бүгінгі балдырғандардың денсаулығы қалай? Хабарымызды осы тақырып аясында сұхбат өрбітетін боламыз, арнадан алыстамаңыздар. Қымбатты көрермен, осы орайда қонақжай студиямызға келіп жайғасқан қадірлі қонағымызбен таныс болыңыздар. Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы педиатрия кафедрасының меңгерушісі, қауымдастырылған профессор, PhD доктор Кемелбеков Қанатжан Сауқанбекұлы бүгін бізде қонақта. Қанатжан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Алдымен амандық, саулық білек, көңіл күйіңіз қалай? Қош келдік. Рахмет, көңіл күй әдеттегідей өте жоғары. Енді бірден сұхбатқа кіріссек, Қанатжан Сауқанбекұлы, жалпы бала жаны жұмбақ әлем, кішкентай сәбидің естияр баланың саулығын білу үшін сезімталдық қасиет керек. Ал өмір үшін күреске толы мамандықты игеруге екінің бірі келе бермейтіні белгілі. Сіздің бұл салада еңбек етіп жүргеніңізге қанша уақыт болды? Рахмет. Атқарып жүрген жұмыстарыңызбен таныстырып өтсеңіз. Рахмет. Жалпы мен осы педиатрия саласында үздіксіз жұмыс етіп жатқаныма биыл 16 жыл толық толды. Жалпы бұл педиатрия маманы медицина саласындағы ең күрделі мамандық деп мен толық айта аламын. Себебі бала ағзасын толық біліп түсіну, оның ерекшеліктерін меңгеру, сонымен қатар сырқаттарына да дұрыс анықтап, диагностика қою, емдеу, ол мен ойлаймын, ол жүрегі жұтқан дәрігер болу қажет. Екінің бірі таңдай бермейді мамандық қой. Қателікке ешқашан жол бермейді. Не себеп болды енді сіздің дәл осы салаға келуіңізге? Мен жалпы таңдауыма себепкер болғаным кездейсоқ болды деп бір шетін айтуыма болады. Себебі мен мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде негізі мен математика, нақты мамандықтарды жақсы көретін, математика, физика сияқты. Содан кейін мен бітіретін кезде осындай бір дәрігерлердің өмірімен танысып шықтым. Содан кейін менде ой пайда бола бастады, қызығушылық пайда болды. Содан мен осы Оңтүстік Қазақстан медицина академиясын таңдап келіп, сол жерде жаңағы құжатында тапсырам деп тұрған кезде мен негізі емдеу ісін таңдамақшы болған едім. Ол кезде де педиатрия мамандығы ойыма келмеген екен. Бірақ сол жерде отырған бір мамандар маған кеңес берді. Менде сонда екінші ой туындады. Сонымен қатар өзім де былай ойлана келе, менің табиғатым өзі осы балаларға жақын екен. Сондықтан да мен өзім жақын тұтып, педиатрия мамандығы осы саланы таңдадым. Мен осы күнде осы мамандықты таңдағаныма өзім ризамын. Себебі бұл баламен жұмыс істеу тек қана бұл қиыншылық емес. Сонымен қатар оның да бір өзінің қызықшылығы бар, бұл маманның бір артықшылығы бар. Себебі бала ол періште. Баланы жазса, тек қана бала емес, бүкіл отбасы қуанады. Бүкіл қоғам қуанады. Сондықтан да мен ойлаймын, біз тек қана бір балаға қуаныш сыйламаймыз, біз бүкіл отбасыға, бүкіл қауымға қуаныш сыйлайтын маманбыз. Жалпы қазіргі таңда педиатрлардың алдында қандай проблемалар тұр? Енді қазіргі кезде педиатр мамандарының алдында тұрған негізгі үлкен мәселенің бірі осы Қазақстан Республикасында реформалар болды. Сол реформалардың бірі қазір баллондық жүйеге өткеннен кейін білім алуда бізде педиатрия мамандығын 10 жылдан астам уақытқа жабылып қалды. Бұл Қазақстан үшін бір үлкен бір стресс болды. Сөйтіп, бұның орнына бізде жалпы медицина мамандығы болды. Содан кейін олар педиатр мамандығын интернатураға келгенде, резидентураға келген кезде таңдайтын болды. Оға дейін бұрын педиатрия мамандығы ол жеке бірінші курстан бастап жеке мамандығы. Сондықтан да қазіргі негізгі проблема маман тапшылығы. Қазір тек осы Түркістан облысында, оңтүстік өңірде ғана емес, бүкіл Қазақстанда педиатр мамандары жеткіліксіз және неонатологтар дейді. Ол 28 күнге дейінгі нәрестелерді емдеумен айналысатын мамандар. Сондықтан бұл да үлкен мәселе. Сонымен қатар қазіргі жүйе бойынша емханалық жағдайда балаларды емдеу үшін жалпы тәжірибелік дәрігерлер айналысады. Педиатр мамандары бұл енді 5 жасқа дейінгі балалармен айналысады да, одан кейін ары қарай ол
жаңа жалпы тәжірибелік дәрігерге кетеді. Мен ойлаймын, енді өзімнің жеке көзқарасым ғой, баланың ағзасын, балалық кезең ол туылғаннан 18 жасқа дейін кезең. Сондықтан да осы кезеңді басынан аяғына дейін өзінің маманы қарап, оны жаңағыдай ем жүргізіп, солай жүргізген дұрыс деп ойлаймын. Педиатрия деген бұл тек қана сырқат баланы емдеумен айналыспайды. Бұл сау баланың да, оның сол сау баланың ағзасындағы жаңағыдай қалыпты жағдайдағы оның ерекшеліктерін, оның тамақтануын зерттеп айналысатын маман бұл. Сондықтан көбісі ойлайды, педиатр десе тек сырқат баланы. Біз сау баламен де айналысамыз. Оның тамақтануы, күн тәртібі, жалпы киінімі, күтімі, барлық нәрсесі осы дәрігер педиатр маманның мойнында. Жақсы, түсінікті. Енді қазіргі таңда еліміздегі ана мен бала денсаулығы аса маңызды тақырыптардың бірі ғой. Осы жайында айтып өтіңізші, сау анадан сау бала туылады дейміз. Ол дәлелденген ғылыми тұрғыдан да, оны қазір біз қоғамнан да байқап жатырмыз. Мысалы, қазақта да сөз бар ғой, алып анадан туады деп. Соның астарында не жатыр? Егерде болашақ ана, жүкті әйел өзінің денсаулығына дұрыс қарап, жүктілік кезеңін толығымен жақсы, сау қалыпта атқаратын болса, жүктілік периодын, онда одан сау бала дүниеге келеді. Енді өкінішке орай қазір экологиялық жағдайы бар, тамақтану тәртібінің режиміндегі өзгерістер, мынау қоғамдағы болып жатқан өзгерістер, соның барлығы, және сонымен бірге қазір білесіздер, жаңа инфекциялық қоздырғыштардың да түрлері, жаңа аурулар, олардың бәрі осы баланың қалыптасуы үшін ананың денсаулығына бірінші кезекте әсер етеді. Мысалы, қарапайым, көбінесе жүкті әйелдерде жүктілік кезіндегі анемия болады. Сондықтан да бұл да болашақ баланың дұрыс қалыптасуына кері әсерін өкінішке орай тигізеді. Демек, бұл да балаға әсер етеді ғой? Әсер етеді, иә. Демек, әйел отбасы құрғаннан кейін ерлі-зайыптылар, олар жүктілікті жоспарлау керек міндетті түрде. Әйел адам толығымен зерттеуден өту керек, медициналық. Тек әйел адам ғана емес, ер азаматта өту керек. Екі жақты тексеруден өтіп, олардың денсаулықтарында ешқандай мәселе болмағаны көз жеткізгеннен кейін барып, жүктілікті жоспарласа, онда мәселелер туындамайды. Қазір туа біткен денсаулығының кінәраты бар балалар көбеюде. Бұның себебі неде деп ойлайсыз? Жалпы жаңа туған сәбиде жиі кездесетін қандай аурулар бар? Енді өкінішке орай, дұрыс айтасыз, қазір кезде балалар арасында туа біткен ақаулар өте көп жиі таралуда. Соның ішінде ең жиі кездесетін осы туа біткен ақаулар, бұл орталық жүйке жүйесін, мидың, жұлынның даму ақаулары бірінші кезекте. Бұл Қазақстанда да, әлемде де сондай. Сонымен қатар екінші кезекте тірек қимыл жүйесі, тірек қимыл аппаратындағы дамитын ақаулықтар. Үшінші кезекте орында бұл жүрек қан тамыр жүйесінің туа біткен даму ақаулары. Осы жүйенің ақауларының негізгі қалыптасуының нақты бір себебі жоқ, оның бірнеше себептері бар. Сыртқы фактор, ішкі фактор. Соның ішінде атайтын болсақ, мысалы, жүкті әйелдің зиянды әдеттерін, мысалы, ол темекі шегетін болса, немесе алкогольді өнімдер пайдаланатын болса, керек болса, оның зиянды, жұмыс орындағы зиянды жағдайларды әсер етеді. Мысалы үшін, тұрып үнемі жұмыс жасау, немесе оның жұмыс орындағы, оның жүйке жүйесіне ауыртпалық түсіретін жұмыстар болатын болса, ол да ауыртпашылықты әсер етеді. Сонымен қатар, қазір кезде кең тараған осы сыртқы факторларға бұл вирустар және бактериялармен шақыратын, соның ішінде ең көп тараған торч инфекциялар дейді, құрсақ-ішілік инфекциялар. Құрсақ-ішілік инфекциялар... Ол неден пайда болады? Бұл құрсақ-ішілік инфекциялар, бұл сыртқы ортада бар инфекция. Бірақ әйел адамының өзінің бойында иммундық жүйесінің төмендеуі, өзін дұрыс күтінбеуі, немесе оның әлеуметтік жағдайының төмен болуы, дұрыс тамақтанбауы, дұрыс ұйықтамауы, осының бәрі осы инфекцияны, иммунитеттің төмендеуінен инфекцияны жұқтырып алуға ол жағдай жасайды. Ол қалыпты жағдайда адамның ағзасында өмір сүретін инфекциялар. Біздің иммунитетіміздің күштілігінің арқасында ол ауруларды туындатпайды. Сондықтан да мына осы жағдайлар бар.
И сонымен қатар тағы да осы даму ақауларына соқтыратын жағдайларға генетикалық ауруларды алып қарастырсақ, мысалы қандас некелер, мысалы сонда жақын некеде болатын болса, олар да осы ақаулардың туындауына бір себепкер болып табылады. Мысалы үшін соңғы кезде қызылша ауруы қазір дендеп жатыр ғой. Ол тек балаларда ғана емес, ол ересектерде де, соның ішінде жүкті әйелдерде де. Осы қызылша вирусы бірінші кезекте бұл даму ақауларының туындауына, құрсақ іште дамып жатқан ұрықтың ағзалары қалыптасып жатқан кезде осы вирустар түсіп, сол енді қалыптасып жатқан ағзаларды бүліндіреді. Мысалы, жүректің ақауларының туындауына, орталық жүйке жүйесінің ақауларының туындауына себепкер болады. Вирус қалыптасып жатқан ағзаның дұрыс қалыптасуын бұзады. Сондықтан да міне осы жағдайлардың бәрі өкінішке орай туабітті аурулардың туындауына алып келеді. Әсер етеді. Өзіңіз қазір қызылша ауруы туралы айтып қалдыңыз ғой, осы қыс айларында қатты белең алды, осы ауру түрі әсіресе балалар арасында. Көктемде ол қайта өршуі мүмкін бе? Енді бұл қызылша вирусы негізі бізде Қазақстанда эпидемия болды. Ол тек күз айларында басталған жоқ. Ол негізі өткен жылдың 2023 жылдың көктем айларында белең ала бастаған. Бірақ жаңа өзіңіз айтқандай, ақпарат қыста жақсы тарады. Бірақ бұл жаңағы ең жоғарғы көрсеткішке жету күз айларында болды, және осы қыс айларында да ол жаңағыдай жалғасып жатты. Бұл енді негізінде бұл жұқпа соңғы кездері мынау вакцинациялаудың балаларда жүйелі уақытылы жүргізілуіне байланысты өте сирек тіркелетін. Соңғы кездерде өкінішке орай, мен ойлаймын, ақпараттардың қоғамға дұрыс жетпеу нәтижесінде антивакцер дейді ғой, вакцинацияны қарсы қолдайтын адамдардың саны көбейді. Сөйтіп олар сол ұстанымды ұстап, вакцинация салуға қарсы болды. Соның салдарынан бұл аурулар белең ала бастады. Неге? Осы қызылшамен ауырған балалардың 90%-дан астамы өз кезегінде кестеге сәйкес вакцинация алмаған балалар болды, өкінішке орай. Сондықтан да бұл ауру осындай белең алуына, туындауына себепкер болды. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің өзінің арнайы бекітілген күнтізбесі бар. Вакцинацияларды алудың. Ол туылған кезден басталады, бала туылған, босану үйінде туылғаннан кейін алғашқы 3 күнде басталады. Мысалы, БЦЖ деген вакцинация бар, вирусты гепатит В-ға қарсы бар. Содан кейін ары қарай өзінің жаңағыдай кестеге сәйкес 2 айлығында, 3 айлығында, 4 айлығында, 6 айда, жасқа толғанда және ары қарай жаңағыдай кезеңдік жолдармен өзі жүргізіліп отырады. Бала 15 жасқа келгенге дейін. Осының бәрін уақытылы алған жағдайда, қабылдаған балаларда мұндай қауіпті дерттер туындамайды. Қанатжан мырза, осы жақында папиллома ауруына қарсы қыз балалар 11 жасқа толғанда вакцинация егілуі керек деген үкім шықты. Осыған маман ретінде өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Әрине, мен бұны қолдаймын, себебі бұл нәрсе папиллома адамның папиллома вирусы дейді. Бұл вирус кең тараған вирус, ол бұрыннан бар вирус. Бұл вирус адам ағзасына түскеннен кейін, әсіресе мынау қыз балдарында, оның жаңағы жыныс жолдарында арнайы осындай папилломалық өзгерістерді туындатады. Бұның қауіптілігі неде? Туындаған, қалыптасқан папилломалық процесс, патологиялық, ол ақыр аяғында өкінішке орай ауыр зардаптармен аяқталады, яғни ісік ауруларына айналып кетуі мүмкін. Қатерлі, қатерсіз, басында қатерсіз болады, ары қарай ол созылмалы процесс болса, қатерлі ісікке ауысып кетеді. Сондықтан да осындай жағдайларды болдырмау үшін осы вакцинацияны 11 жаста қыз балаларда, көрдіңіз ба, 11 жаста, яғни ол жасөспірім кезде. Не себепті 11 жас? Себебі бұл жаста бала ағзасының мынау екіншілік бейімделу кезеңі дейді, яғни өтпелі кезең дейді ғой. Өтпелі кезең болған кезде бізде тек қана бір сыртқы немесе психологиялық тұрғыдан өзгеріс болмайды. Ағза бір кезеңнен екінші кезеңге өтіп жатқан кезде оның иммундық жүйесінде де, иммундық статусында да өзгерістер, қайта қалыптасу, қайта құрылу жүріп жатады. Осыған байланысты иммунитеттің жаңа құрылу кезінде
осы вирустық инфекциялардың көбеюіне жағдай болады. Сондықтан да дәл осы кезеңде иммундық жүйе төмендейді, немесе бұрмалануы мүмкін. Сол кезде пайдаланып, бұл вирустық инфекциялар ағзаға түсіп, осындай папилломалық өзгерістерді туындатады. Осы жаңағы вакцинацияларды қабылдағаннан кейін, осы әйел жыныс ағзаларындағы жатыр мойынның эрозиясы деп аталады, папилломалары бар, сонымен қатар жаңағыдай қатерлі ісіктері бар, соның бәрін алдын алады бұл. Жақсы, түсінікті. Енді қазіргі таңда балалар арасында қандай аурулар жиі кездеседі? Жалпылама айтып өтсеңіз. Жалпылама айтқан кезде ауруларды бір қатып қалған мынандай қағида жоқ. Оның бар, мысалы аурулардың мезгілге байланысты, маусымдық аурулар дейді, немесе дұрыс айтасыз, солай кездесетін. Мысалы қыс айларында күннің суытуына байланысты жедел респираторлық вирусты инфекциялар өте жиі дамиды. Себебі бұл вирусты инфекциялар осы кезеңде белсенденеді. Иммунитеттің төмендеуіне байланысты осындай тыныс алу жолдарының ауруларын туындатады. Сонымен қатар күннің ыстық мезгілдерінде, яғни жаз айларында, бастапқы күз айларында жедел ішек инфекциялары жиі дамиды. Өздеріңіз білесіздер, жазғы мезгілдерде балаларда көбінесе іші өтеді дейді, диарея дейді. Осы арнайы вирустармен, бактериялармен шақырылатын ауруларды туындатады. Соның ішінде ең көп кездесетіні энтеровирустық инфекциялар. Себебі бұл энтеровирустық инфекциялар бұл бір ғана асқазан ішек жолын зақымдамайды, орталық жүйке жүйесінде зақымдайды, керек болатын болса несеп шығару жүйесінде зақымдайды, жоғарғы тыныс алу жүйесінде, миды да зақымдайды, барлық ағзаны зақымдануы мүмкін. Сондықтан бұл ауыр өзіндік асқынуларға алып келеді. Сонымен қатар әдеттегідей ең жиі кездесетін аурулар бұл 80% жағдайда тыныс алу жолдарының қабыну аурулар балаларда. Себебі емханаға, дәрігерге көбінесе осы жүйенің, тыныс алу жүйесінің ауруларымен, осындай сырқаттанған балалармен ата-аналары қаралады. Бұл инфекциялық аурулар. Ол неден пайда болады? Бұл бірінші кезекте бала ағзасында, мен былай деп айтсам болады, жүйелеп айтқан кезде күтімнің дұрыс, өз жасына сәйкес күтімнің дұрыс жасалмауынан. Оған не керек? Күтім дегенде біз ойлаймыз, жуынып, шайынып, жаңағыда гигиенасын сақтау деп. Ол да күтім, негізі күтім. Сонымен қатар тамақтану күтімі, режимі, мысалы жас ерекшелігіне байланысты әр баланың жасына сәйкес өзінің тамақтану түрі, оның құрамы, мөлшері, соның бәрін ұстану керек. Жиілігі де есепке алынады. Және сонымен қатар баланың ұйықтау режимі бар. Оны да дұрыс сақтау керек. Оған біздің ата-аналар аса бір мән бере қоймайды. Ол қазір кезде балалар көбінесе білесіздер, мынау ақпараттық жүйенің дамуына байланысты, көбінесе балалар мынау смартфондарда жиі отырады. Сөйтіп олар көп уақытын ұйқысыз жаңағыдай сол жаңа смартфонның ішіндегі интернеттерге кіріп кетеді да, өзінің ұйқы уақытын азайтып алады, босқа жоғалтып алады. Бұл да осы белгі себептерге жатады. И сонымен қатар тағы да осы күтімге жататыны баланы сыртқы орта жағдайына байланысты киіндіру. Тым қатты жаңағыдай құнтақтап киіндіру, немесе жаурап қалады деп қалың кигізетін ата-аналар бар. Бұл да теріс әсер етеді, себебі бала терлеп, одан салқындап, қайтадан жаңағыдай ауруға ұшырау қаупі жоғарылайды. Демек, норма бойынша қалай киіндіру керек баланы? Енді норма бойынша, ол нәресте кезеңнен бастап алсақ, өзінің ерекшелігі бар да, жаңа туған нәрестеде өзінің киімде қойылатын талаптар бар. Мысалы, жаңа туған нәрестелердің киімдерінің тігісі сыртқа қарау керек, байқасаңыздар. Және олардың сыртқа батпау керек. Екінші, ол таза мақтадан жасау керек, синтетика араласпау керек. Себебі тері демалу керек. Және ол жайлы болу керек. Сонымен қатар жаңағыдай баланың алғашқы нәрестенің киімінде түйме, замок деген нәрселер болмау керек. Оның орнына байлап қоятын өзінің болу керек. И және баланың киімі, жаңа мен айттым ғой, жаңағыдай бос болу керек. Тым өзінің дене өлшеміне сәйкес, жаңағыдай тым қыспайтын, тым босаңсып кетпейтін болу керек. Мына осындай шарттар. Одан кейінгі кезеңдегі киімдерде
балаларға қойылатын талаптар өзінің жасына сәйкес. Мысалы, аяқ киімі қыспау керек, оның өкшесі биік болмау керек, жаңағыдай өзінің сыртқы келбеті жағынан өлшемі сәйкес келу керек сияқты осындай талаптар қойылады. Енді өкінішке орай қазір бізде мынандай мемлекеттік стандарт жоқ. Бұрын кеңес одағы кезінде арнайы бекіткен стандарттар болған, киімдер солай жасалған. Мысалы, аяқ киімнің биіктігі, оған қойылатын талаптар, аяқ киімнің ішінде өзінің жаңағы табанға жайлы әсер ететін арнайы жаңағыдай қосалқылар болған, стелка дейді, солар қойылады. Ол мысалы май табанның алдын алады, және жаңағы аяқ киімнің өзінің жаңағы формасы, осының бәрі ескерілетін болған. Соған байланысты қазір кезде енді бізде киімдер шет елдерден алынады, көбінесе бізде отандық өнімдер жоқтың қасы, сондықтан бұл стандарттар ескеріле бермейді. Күнделікті өмірде аса бір мән бере бермейтін, бірақ норма болуы тиіс дүниелер ғой бұның барлығы. Жаңа өзіңіз айтып отырған баланың ұйқысы, дұрыс тамақтану, киім үлгісінің барлығы баланың дамуына, өсуіне тікелей әсер етеді. Және мынау иммунитеттің дұрыс қалыптасуымен аурудың алдын алуға бағытталған, бұның бәрі осы жасалынатын қарапайым өмірдегі жағдайлар былай жасап отыр балаға. Күтім. Осының бәрі бір ауыз сөзбен айтқанда күтім. Жақсы, Қанатжан мырза, енді қазір көктем шықты. Осы маусымда балалар арасында әлсіздік, иммунитеттің түсуі секілді жағдайлар жиі байқалып жатады. Иммунитеттің түсуіне әсер ететін факторларды атап өтіңізші. Енді иммунитет деген жалпы адамның қорғаныстық жүйесі ғой. Ол қорғаныстық жүйесі, ол табиғи адамның ағзасында қалыптасады. Ол жаңағы қанның құрамындағы арнайы жасушалар бар, осы иммундық жүйенің қалыптасатын. Оны енді тереңдеп айта берсем қажет жоқ шығар, қалыптан біздің көрермендерге түсінікті болсын. Бұл иммунитеттің түсуі бір жағдайға байланысты болмайды. Ол бірнеше сыртқы ортаның жағдайы, ішкі ортаның жағдайына әсер байланысты сол тепе-теңдіктің бұзылысынан туындайды. Иммунитеттің көбінесе түсуі бұл қазақ айтады ғой, ауру астан, дау қарындастан деп. Демек, тамақтануға айналып келгенде тамақтану рационына байланысты. Неге? Себебі мен айтам, адамның иммунитетінің 80% адамның ішегінде орналасқан. Ішек дегенге не? Ол ас қорыту жүйесі. Ол тамақпен тікелей байланысты. Сондықтан да дұрыс тамақтанбаған кезде ішектегі қалыпты микрофлораның бұзылысы алып келеді, және сонымен қатар жаңағы иммундық жүйенің түсуіне алып келеді. Сонымен қатар тағы екінші бір жағдай айтайын, қазіргі кезде болып жатқан қоғамда. Бұл өз бетінше емдеумен айналысу. Мысал үшін бір мысал келтірейін. Антибиотиктер көбісі ауырса, балдарына антибиотик береді. Өз бетінше ауру асқым кетпесін, немесе ауруды жаңағыдай алдын алайын, осы кезеңді тоқтатып қояйын, осы жақсы әсер етеді деген сияқты. Бірақ ол антибиотиктер бірінші кезекте ішектегі ауру тудыратын микробтарды өлтірумен қатар біздің иммунитетімізді қалыптастыратын өзіміздің ағзамызға қажетті микрофлора болады, микробтар болады. Олар таңдамайды, ол ауру тудыратында сауды да көзін жойып жүреді. Бұл микрофлораның бұзылысы иммунитеттің тікелей түсуіне себепкер болады. Сонымен қатар иммунитеттің түсуі бұл сыртқы орта жағдайларына да байланыстылығы бар. Мысал үшін адам болсын, бала болсын, суық мезгілдерде мысалы жеңіл киінетін болса, әрине бұл салқын кезеңдерде біздің қан айналым жүйесінде, жалпы лимфа айналым жүйесінде болсын, барлық жүйеде бұл процестің баяулауына алып келеді, соған байланысты жаңағыдай иммундық жүйеде баяулайды. Сондықтан мына қысқы мезгілдерде жиі ауыратында осы сыртқы орта жағдайымен де тәуелділігі байқауымызға болады. Сонымен қатар иммунитеттің тағы да түсіп жаңағыдай түсетіні, бұл жаңағы бала егерде дұрыс күн тәртібін сақтамай, дұрыс жаңағыдай ұйықтамай, дұрыс режимдерді сақтамайтын болса, бұл да осы жағдайға әсер етеді. Немесе баланың бойындағы созылмалы аурулар, созылмалы жұқпалы аурулар, бұлар да иммунитетті түсіреді екінші кезекте. Енді балалар арасындағы қаназдық синдромы туралы айтыңызшы, бұның себебі, салдары қалай болады? Жалпы бұл қаназдық медицинада анемия дейді, анемиялық синдром. Бұл қанның құрамындағы қызыл жасушалар, эритроциттер болады. Солардың қалыпты мөлшерінен төмендеуіне, қанның мөлшерімен салыстырғанда төмендеуіне байланысты туындайтын бұл сырқат болып табылады.
бұл анемиялық синдром деген өзі бұл жеке ауру емес, оны шатастырмау керек. Бұл жеке ауру емес, бұл сол аурудың туындататын бір көрініс, синдром дейді, симптомдардың жиынтығы. Бұл анемиялық синдром кез келген жағдайдан кейін қосалқы ретінде сонымен қосымша дамып қалыптасып отыруы мүмкін сол аурудың фонында. Мысалы, анемияның өзін біз ойласақ, бір ғана анемия деп ойлаймыз, оның да түрлері бар медицинада. Тапшылықты анемия дейді, мысалы, дәрумен, витамин тапшылықты анемия, темір тапшылықты анемия, осындай тапшылықты топқа жатады. Екіншісі жататыны бұл балаларды гемолиздік анемия дейді, дұрыс емес қан тобы егер құятын болса, немесе ата-анасындағы мысалы жұбайында күйеуі мен әйелдің қан топтарының арасында, резус факторының арасындағы сәйкессіздік болатын болса, соған байланысты дүниеге келген балада осындай конфликт туындайды да, ол да гемолиздік анемияның туындатуына жағдай жасайды. Үшінші ауыр анемия бар, бұл апластикалық анемия дейді. Қанның қызыл жасушалары сүйек кемігінде жасалынады, сүйектің майында. Сол майында сүйек кемігі деп атайды. Сонда олардың әртүрлі жаңағыдай әсер ететін факторлардан олар дұрыс өндірілмейді. Оған мысалы радиациялар жатуы мүмкін, арнайы вирустар жатуы мүмкін шақыратын. Осы жағдайлардың барлығы немесе канцерогенді заттар әсер етуі мүмкін. Бұлардың бәрі осы жасушалардың туындауын төмендетуіне алып келеді екен. Сондықтан да бұл анемиялық синдром өзінің клиникалық белгілері бар, ортақ. Атап айтатын болсақ, қарапайым өмірде де ол байқайды балаларда, ұйқышылдық балада, себепсіз ұйқышылдық, шаршағыштық, асқа тәбеттің болмауы, басының ауруы, басының айналуы сияқты белгілер. Сонымен қатар ең негізгі белгі тері мен кілегейлі қабықтарының бозаруы. Сонымен қатар тері мен тырнақ пен шаштың түсуі болады, тырнақтың сынғыштығы болады, көздің ақ қабығының склерасын дейді, көкшіл түсті тартуы болады. Осындай белгілер байқалған жағдайда біз уже анемияға күдіктенуімізге болады. Оның негізгі дәлелдейтін белгі қиын емес. Жалпы баланың веноздық қанын тексеруге алып зерттейтін болса, жалпы қан анализінде, онда осы қандағы гемоглобин мен эритроциттердің деңгейінің төмендеуімен түстік көрсеткіштің төмен көрсеткішке жетуі осы жағдайда дәлелдеп береді. Соған қарап біз негізгі жалпы анемияның 3 дәрежесін ажыратамыз. Жеңіл дәреже, ол орташа ауыр дәреже, орташа дейді, немесе ауыр дәреже. Қалыпты жағдайда гемоглобин 5 жасқа дейінгі балаларда төменгі шектік деңгейі 110 грамм литрмен есептегенде төмен болмау керек. 5 жастан жоғарғы балаларда 120 грамм литрмен есептегенде кем болмау керек. Анемия деп диагноз қойылады, егер гемоглобин мөлшері 110-нан төмен болса. Жаңа мен айтқан жеңіл дәрежесінде 110 мен 90-ның арасында, орташа дәрежесінде 90 мен 70-ның арасында болады, 70-тен төмен ол анемияның ауыр дәрежесіне жатады. Бұл кезде енді қазір тағы да мен жаңа клиникалық белгісінде қоса кететінім, балаларда иіс пен дәмнің бұрмалануы болады. Қалыпты жағдайда қолданбайтын заттар қолдана бастайды. Жаңағы бор, одан кейін барып кесек сияқты заттар, иіске бұрмалану. Біреулер айтады, мен жаңағы бензин иісін жақсы көрем, әкті, үйді әктеген кезде әкті, краска иісін жақсы көріп кетеді. Бұның бәрі ағзаның жаңа тапшылықты затты сырттан іздеп жатады, іздейді. Соның бұрмалану, ол неден екен білмейді. Міне осы белгілер анықтағаннан бірден дәрігерге жолығып, тексеруден өтіп, кеңесін алып, арнайы схемамен ем қабылдаған дұрыс. Жалпы анемияға жеңіл қарауға болмайды ғой? Мүлде болмайды. Себебі ол анемия жеңіл қарайтын ауру емес, себебі оның асқынулары өте ауыр жағдайлармен, бұл қысқа уақытта емес, ұзақ уақытта ағзада жаңағыдай қалыптасып, осындай қайтымсыз өзгерістерге алып келуі мүмкін, өкінішке орай. Соның бірі орталық жүйке жүйесіне әсер ету арқылы баланың есте сақтау қабілетінің тұрақты төмендеуіне алып келеді. Жаңа мен балаларда ата-аналар мән беруі мүмкін, мән бермеуі мүмкін. Бала мектепте оқиды, зейіні жоқ дейді сабаққа. Бала мектепке барады, зейіні деген ықыласы жоқ та оқуға. Шаршап қалады дейді, оқығысы келмейді, есте сақтамайды балам дейді, жаңа үйретсем де ұмытып қала береді дейді. Міне осы қосымша дабыл қағып жатқан белгілері. Осындай белгілерді анықтағанда әрбір ата-ана жауапкершілік танытып,
дәрігерге барып, педиатр дәрігерге барып, жаңағыдай емді өз бетінше жүргізбей, кеңесін алып, емді алып, тексеруден өтіп, бұл аурудың тоқтатуға және алдын алуға болады. Жақсы, түсінікті. Қанатжан мырза, сөйле сұхбатыңызға, ақыл кеңестеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Енді сұхбат соңында өзіңіздің қорытынды бір ауыз сөзіңізді тыңдап, сонымен сұхбатымызды аяқтасақ. Рахмет, бүгін өте керемет сұхбат болды сіздермен. Созға мүмкіндік бергендеріңізге сіздерге үлкен алғысымды білдірем. Жақсы, рахмет. Үлкен алғыс білдіреміз өзіңізге де. Қымбатты көрермен, осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Келесі эфирге дейін аман сау болыңыздар.